Қайырлы күн баршаңызға. Үй жағдайындағы осындай жұмсақ, дәмі де керемет болатын пряниктерді жасайтын боламыз. Көрмес бұрын каналыма жазылып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әуелі айранымызға сода және разрыхлитель қосып араластырып, осылай көпіртіп аламыз, көлемі үлкейетін болады. Ашыған айраннан тіптен керемет болады. Енді жұмыртқамызға қант қосып, бір араластырып аламыз және айранымызды қосып, қантымызды ерітеміз. Сұйық май қосып араластырып аламыз. Барлығы бір маса болған кезде аз-аздан ұнымызды қосып араластырып тұрамыз. Барлық ұнды бірден қосуға болмайды. Егер барлық ұнды бірден қоссаңыздар, ұнымыз көп болып кетуі мүмкін. Әркімде әртүрлі ұн қолданады. Соңында лопаткамен осылай араластырып алсаңыздар да болады. Кішкене қолға жабысатын теста болады, сондықтан қолымызға ұн жағып аламыз және шарик етіп жасаймыз. Пергамент қағазымызға осылай қоя береміз. Осымен барлығын шарик жасап алдық. Енді үстінен кішкене басын қыраймыз. Себебі ол өзі итак көтеріліп пісетін болады. 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Арнама міндетті түрде жазылыңыздар деп айтамын, себебі менің арнамда көптеген оригинал рецепттер бар және дәмді әрі оңай жасалынатын тағамның түрлері өте көп. Және достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне осылай сарғайып пісетін болады және жарылып пісетін болады. Осымен пряниктеріміз дайын. Сіздермен болған Айдана.